Құрметті оқырман, сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Бүгін ағылшын тілінде реттік сан есімін жасалу жолын қарастырамыз. Ағылшын тілінде реттік сан есімдердің жасалу жолы өте қарапайым. Бірден 3-ке дейінгі реттік сандар, яғни бірінші, екінші, үшінші дегендер ерекше болады. Олар the first, бірінші, the second, екінші, the third, үшінші. Және осы ерекше үш санымыз барлық жерде қолданылады. Мысалға, 21-ші, 22-ші, 23-ші, the 21st, the 22nd, the 23rd. 61-ші, 62-ші, 63-ші, the 61st, the 62nd, the 63rd. Және тура осылай басқаларда жасалудан береді. 4-тен бастап ары қарайғы сандардың негізгі түбіріне th жалғауы жалғанады. Мысалға, the 6th, 6-шы, the 7th, 7-ші, the 11th, 11-ші. Және тағы да басқа сол сияқты. Соны y әрпіне аяқталатын сандардың реттік сан жасалған кезде, олардың соңындағы y әрпі I әрпіне өзгереді. Мысалға, 20s, 30s, 40s. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыз.